Hello everyone, how are you doing? The theme of our lesson, put it in your calendar. Today we speak about present continuous in the future. And today we speak about verbs, prepositions, arrive in, yeah? Okay. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы оны календарға жазып қой, тіркеп қой. Енді бүгін біз нақ осы шақтың, present continuous'тың сіздер білетін және келер шақта қалай қолданылатыны туралы айтамыз. Және де етістіктермен жұмыс жасаймыз. Яғни неге етістіктер? Себебі келер шақта барлық етістік қолдана бермейді. Present continuous'та оның өзінің бір жеке қолданылатын етістіктері болады. Ал кеттік. Біз қазір демонстрация экранына жасайық, present continuous дейік. Сіздер енді present continuous'ты білесіздер. Естеріңізге сала кетейін. Present continuous, Present continuous'ты көбінесе біз бұл өте сондай көп функцияны орындайды ғой present continuous дегеніміз, Біріншісі ол бізде нақ осы шақ. Көрдеп қойыңыз, нақ осы шақ. Нақ осы шақ дегеніміз біз now, дәл қазір, қазір немесе at the moment, деген сөздермен қолданамыз, бұл дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті айту үшін біз яғни нақ осы шақты қолданамыз. Енді ал ағылшын тілінде, яғни біз осы present continuous'тың формасын келер шақта қолдансақ та болады. Ол үшін біз оның формасын есімізге алайық, плюс деп қойын. Ол бізде позитив, яғни болымды сөйлем. Болымды сөйлемде біз қалай жасаймыз? Ол үшін бізге міндетті түрде есімдіктер керек, есімдіктер және to be етістігі керек. I am reading a book now дейікші, дәл қазір. Енді мен айтып отырмын, сіз дәл қазір кітап оқып отырсыз дейікші. You are reading a book now. Book now, Енді he, she, it болған кезде біз міндетті түрде is-ді қолданамыз, It is reading a book now. Енді қараңыздар. Біз ағылшын тілінде мынау read деген етістігімізге ing-ді жалғадық, I am, you are, мына жерде you, көпше түрінде жазып қойын, we and they are reading a book now, дәл қазір оқып отыр. Бұл жерде, яғни біздің мағынамыз дәл қазір кітапты оқып отыр. Кеттік. Енді бізде болымсыз түрі бар. Болымсыз түрін сіздер білесіздер. To be етістігінен кейін, яғни біз not деген жалғауды жалғаймыз. I am not reading a book at the moment. Келесінше you, we, and they are not reading a book at the moment. Келесі he, she, it is reading a book at the moment. Енді қараңыздар. Ал сұраулы сөйлем, шақтарға байланысты болғанда бізде сұраулы сөйлем өте оңай. Себебі to be, бұл жерде to be, енді басқа жерлерде do болады. Сол себепті қосымша етістік деп айтайын. Қосымша етістік пен есімдіктің орны ауысып кетеді. Сұраулы белгісі қойын. Am I reading a book now? Келесі. Are you reading a book now? Келесі. Is he reading a book now? Міне. Міне. Енді қараңыздар. Осы жерде біз болымды түрі, болымсыз түрі және сұраулы түрін өттік. Бұл біздің
now, дәл қазір деп айтылып жатқан кезде. Енді біз келер шақта, яғни қандай сөздермен оны қолданамыз, иә? Сөздер болғанда, мынаны кішкене былай жылжытып қояйын, кішкене сіздерге түсінікті болу үшін. Негізі, енді келесі мына жерге ашайын, иә? Now present continuous дәл қазіргі кезде, енді біз present continuous for future деп қойған. Present continuous for the future. Ашайық. For the future. Бұл жерде мінекей мен екі деп қояйын, бірді жазды қойынды. Көбінесе қандай сөздермен қолданамыз біз? Қалай қолданамыз, иә? Tonight, бүгін түнде. Өтір қояйық, мысалы, tomorrow. Tomorrow. This weekend. Немесе, this year. Year'ның жақшаның ішіне. Day, week, month деген сөздерді яғни қолдана берсеңіздер болады. Бұл бізде осындай яғни сөздермен қолданылады. Және де көбінесе, өте көбінесе бізде келер шақта яғни мынандай етістіктермен қолданады. Оған минус қояйын ба, қалай істесем екен? Давайте етістіктерді бір тізіп жазып алайын. Ол үшін бізде go, come, live, stay, start, have, arrive, meet, work деген осындай live, stay, start, have, arrive, meet, work, finish, finish деген осындай етістіктермен өте көп қолданылады. See деген бар еще. See деген осындай етістіктермен өте көп қолданылады. Яғни бізде келер шақта. Енді біз салыстыратын болсақ, мысалы, давайте былай салыстырайықшы. Мен ертең дәрігерге барамын дейік. I am going to больницаға барайық дейікші. Hospital. Себебі дәрігер hospital. Ал себебі дәрігерге көрінуге біз going to қолданбаймыз, оны білесіздер, иә? Мысалы, I am seeing болады. Ол біз жерде біз seeing a doctor. Енді бір күнін айтасылар, tomorrow десілер, tomorrow десілер. Мінекей. Мен ертең дәрігерге көрінуге барам, немесе мен ертең больницаға барам деген сияқты осы сөздерді қолданамыз, иә? Немесе мен үйленемін, иә? Мен осы жылы үйленемін дейікші, иә? I am, немесе давайте сен үйленесің дейік. Мысалы, бұл үшін, иә? You are getting married. Мысалы, this year. Яғни бұл не деген сөз? Бұл бізде точно 100% сіз осы жылы үйленесіз. Бұл жылы тек қана үйленіп қана қоймай, уже тойыңыздың датасын қойып қойдыңыз, рестораныңызды жалдап қойдыңыз, адамдарыңызға уже айтып қойдыңыз, яғни сіз 100% дайынсыз. Осы жылы сіздің тойыңыз болады, сол кезде біз қолданамыз, иә? Алдыңғы сабақта айттым мен, ағылшын тілінде will, to be going to, немесе present continuous. Яғни осы үшеуін біз келер шақта қолданылатын болсақ, мынау бізде 20-30% вероятность орындалатын, яғни кезде қолданамыз. Ал мынау бізде 70-80% орындалады. Біз оны істейін деп жатырмыз, қадамдар жасадық, яғни бір әрекеттер істедік, келісіп қойдық деген сияқты, біреу. Ал мына жерде present continuous for future. For the future. Бұл көбінесе, яғни 90
100%, яғни орындалатын заттарды айтатын кезде қолданамыз. Мысалы, мен осы аптада ата-анама барайын деп жатырмын деп біз алдыңғы сабақта келтірдік, to be going. Енді ол жерде қалай? Ол жерде сіз ата-анаңызға айтып қойдыңыз, сіз барайын деп жатырсыз, Ал енді осы жерде біз I am going to деп қолданатын болсақ, енді қалай сізге түсіндірсем екен? Ол тура осы конструкциямен емес, біз present continuous пен, яғни сіз де келісіп қойдыңыз, айтайын деп жатырсыз, яғни уже to the parents. To go емес, I am going to my parents. Яғни ол кісілер сізді күтіп отыр, яғни сіз уже блокнотыңызға тіркеп қойдыңыз, сіз оны атын ете алмайсыз, Сол себепті осыны сақтап қояйық, мінекей мен қазір сақтап алайын сіздерге, жазып алыңыздар жақсылап, қандай сөздермен қолданылатын. Енді өзіміздің платформамызға ақырын көшейік. Ал демонстрацияны тоқтатайын. Демонстрацияны тоқтатып болғаннан кейін біздің платформамызға көшеміз. Міне бізде listening. Бірінші listeningті ашамыз. Так, listeningті аштық. Енді мына жерде аудио тұр. Осы аудионы мұқият тыңдайсыз да, бірінші мыналардың қайсысы айтылады, соны қоясыз. Екінші қайсысы айтылады, үшінші қайсысы айтылады, төртіншісі қайсысы айтылады. Және бұл жерде екі артық нәрсе бар. Керек емес. Сол нәрсені мына жерге жазасыз. Келесі аудионы тыңдайсыз, яғни Сара және Джейктің арасындағы осы жерде пропущенный сөздерді қоясыздар, Қандай сөз жетіспейді? Сол сөзді естисіздер, бір рет, екі рет естіп, сөздерді қойып, мынаның астында жазып болғаннан кейін отправить на проверку деп шығады. Соны маған жібересіздер. Келесі бізде reading. Ал кеттік. Reading бізде оқылу. Ой, кешіріңіздер, біз енді басқа сабаққа кетіп қалыпты. Так, мінекей принтермеді ташайық. Так, бесенес біз 6-шы тақырыпқа ашайық. Мен listening айттым. Енді бізде оқылым кетті. Енді біз бұл жерде қайтесіздер. Мына біреу текстті оқисыздар, бұл сіздерге квиз. Осы тексттен дұрыс вариантын таңдайсыз. Мысалы, сіз көп нәрсе істеу керек болған кезде ол нәрсені не істейсіз? Жазасыз ба, бір қағазға, немесе миыңызда ұстайсыз ба, немесе календарға бірдеңеге жазасыз ба? Осы сұрақтарды мұқият оқып аударып, өзіңізге осы сұрақтарға жауап беріңіз, Сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін отправить на проверку деп жібересіз бізге. Және өзіңіздің жауап берген, яғни жауап берген сұрағыңызды present continuous-тен қолданып, немесе to be going-пен қолданып айтып бересіз. Мысалы, бізде, біз айттық. When you have lots of things to do, например, you keep them in your head. Енді сіз айтасыз. When I have lots of things to do, что вы собираетесь делать? I'm keeping them in my head. Немесе I'm putting them in my phone деген сияқты, яғни салайын деп жатырмын, ұстайын деп жатырмын деп, яғни өздеріңіздің сөйлемдеріңізді дұрыс құрап практиковать етесіздер. Оны практиковать етіп болғаннан кейін келесі бізде writing-ға көшеміз, жазылуға. Яғни так, кешіріңіздер, біз қайтадан 5-ші сабаққа көшіп кеттік. 6-ші сабақ writing-ді ашамыз. Мына жерде сіздерге сөздер беріледі. Осы сөздерді мына 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші жерге қойып шығу керексіздер. Одан кейін мына жерде берілген сөздерді present continuous па, қай формада дұрыс келеді, сол формаға қойып шығуыңыз керек. Бәрін қойып белгілеп шығасыздар. 3-ші тапсырма сіздерде мына жақшаның ішінде берілген сөз бар. Жақшаның ішінде сөз беріліп тұр. Осы жақшаның ішінде берілген сөзді дұрыс формада қоюыңыз керек. Немесе present simple, немесе present continuous. Енді осы жерде сіздерге естеріңізге салып кетейін. Present simple-ді біз қай жерде қолданамыз? Present simple-ді біз көбінесе, яғни жалпы бір нәрсені сипаттағанда, жалпы біз бір іс-әрекетті қайта-қайта істегенде, іс-әрекетімізді біреуге жеткізген кезде біз present simple-ді қолданамыз. Жаңа әрдайым, немесе анда-санда істейтін тірліктер болса, іс-әрекеттер болса.
Ал present continuous біз айттық нақ осы шақ, дәл қазір істеп жатқан іс-әрекет болса, немесе біз бүгін өткеніміз келер шақта, яғни қолданылатын кезде біз осы present continuous қолданамыз. Сол себепті мұқият болыңыздар. Жақшаны ашатын кезде мінекей мынаны учитывать етіңіздер. I write this letter, енді сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен дәл қазір жазып жатқан жоқ, бұл текст қой деп. Ал ол текстті жазып отқан кездегі ойын ойлаңыздар. Мысалы, I'm writing this letter from Cadiz, яғни мен мына хатты, яғни сіз осындай жерден жазып жатырмын. Көрдіңіз ба? Дәл қазір жазып отырған кезін айтып отыр, ол часто жазып отқан жоқ, қазір жазып отыр. Сол себептен каждый сөзді ойлаған кезде, жаңағы жақшаны ашқан кезде мұқият жақсы ойланыңыздар. Келесі 4-ші тапсырма. Енді бұл жерде біз 3 нені қоюымыз керек. Немесе will, болымды болымсыз түрінде, will not. Немесе to be going to, оның болымсыз түрінде. Және де present continuous-тың дұрыс формада қоюымыз керек. Міне, start, travel, not go, probably go, enjoy. Енді осы сөздерді ашып, яғни осы формада қоясыздар. Оны қойып біткеннен кейін отправить на проверку деп бізге жібересіздер. Жақсы, келесі тапсырмамызға көшейік. Енді келесісі бізде speaking. Енді бұл жерде мына сіздерге сурет шығады. Мына суретті қарайсыздар. Мына суретте не көріп тұрсыздар, соны әлбеттегіндей басқа сабақтардағындай айтамыз. Мысалы, what can you see in the picture? Мына суретте не көріп тұрсыз? Соны бірінші сипаттайсыз, не көріп тұрғаныңызды. Екіншісі, бұл суретті полностью описывать етесіз. Блокнотта не жазылған, немесе сіздің ойыңызша бұл ненікі, мысалы план ба, немесе пожелание. Қазір өте көп қой блокноттың түрлері, рахмет айту деген сияқты қайсы түріне жатады, соны айтып көріңіздер. Одан кейін мына сурет сізге ұнайды ма, жоқ, ұнамайды ма, мүмкін сізге бұны нәрселер ұнамайтын шығар, может, разноцветный, мүмкін керісінше сізге қатты ұнап тұрған шығар, Содан кейін осы суретке ат қойыңыз. Мына суретті қалай атайтын едіңіз, қандай ат қояр едіңіз, және осындай өмірден алынған ба мынау, жоқ, выдуманный деген сияқты сұрақтарға жауап бересіз. Сізге бұл сурет жаңағы болымды және болымсыз қандай позитивный или негативный чувство береді, мынаны көрген кезде. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін келесі біз үй тапсырмасына көшеміз. Так, үй тапсырмасына қараңыздар. Үй тапсырмасына homework. Бұл жерде біз бірінші reading. Мынау текстті оқисыздар, мына скобканы ашып, to be going to-ді қойып шығасыздар. Оны қойып шыққаннан кейін міндетті түрде біз текстті оқып, аударып, яғни өздеріңіз үшін астындағы мынау берілген сөздердің қатесін табасыздар. Мысалы, my friends and I are going to go дейді. Енді my friends and I, біз болғаннан кейін мына жерде не қою керек? Міндетті түрде are going болу керек, are going болу керек. Сол себепті осылардың қателерін тауып, сөйлемді дұрыстап жазып, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бізде will not, going to be, немесе оның болымсыз түрінде берілген сөйлемді қойып шығасыздар сөйлемге. Келесі тыңдау. Мінекей мынау көк берілген ссылка бойынша өтесіздер, соның видеосын қарайсыздар және бұны дұрыс формада қойып шығасыздар. Видеоны мұқият қараңыздар. Келесі speaking. Енді speakingті сіздер не көріп тұрсыздар мына суретте? Мына суреттің ішінде мінекей мынаны бүйтіп өздеріңізге кішкене жақындататын болсаңыздар, міне возможные ответы деген тұр. I agree completely. I mostly agree. I'm not sure. I mostly did agree. I did agree completely. Яғни осы бесеуін қолданып, сіздер мына біреу сұрақтарға жауап бересіздер. Morning is better than the afternoon. Яғни сіз келісесіз бе? Мүмкін сіз келіспейтін шығарсыз. Енді әр адамның ойы, талғамы әртүрлі болғандықтан осы 5 сұраққа аудионен жауап бересіздер. Келісесіз ба? Келіспейсіз ба? Және не үшін келіспейсіз егер келіспейді? Немесе не үшін келісесіз? Жақсы. Яғни осының бәрін өткізіп болғаннан кейін сіздерде шығады отправить на проверку. Соны өткізіп болғаннан кейін
Яғни болды, үй тапсырмасы осымен бітті. Енді келесі сабақтарға дайындала бересіздер. Құрметті қатысушылар, платформа бойынша немесе бүгінгі сабақ бойынша сіздер сұрақтарыңыз болса, біздің чатымызға жазыңыздар. Біз ол жерде сіздерге сұраққа жауап береміз, әрдайым. Сұрақтарыңыздың барлығына жауап беруге тырысамыз. Тағы қандай енді сабақтан қалмауға тырысыңыздар, себебі сабақтың басында біз грамматиканы түсіндіреміз, сабақты түсіндіреміз. Сіздерге әр сабақтың басталатын алдында біз Zoom ссылкасын жібереміз, сол ссылка бойынша сіздер сабаққа кіріп отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Үй тапсырмасын орындауға сіздерге сәттілік тілеймін.